Ассалаумағалейкум достар, менің Мими Тәттілер каналыма қош келдіңіздер. Маған лайк басып, пікір қалдырып тіркеле отырыңыздар. Бүгін сіздерге картоптан пюренің жасалу жолын көрсетемін. Картоптарымызды жақсылап ашып, жуып, одан кейін қайнап тұрған ыссы суға картоптарымызды салып 30 минут пісіріп аламыз. Бұл жерде құпиясы қайнап тұрған ыссы су болу керек, қыздар. Себебі бастапқыда мен бұл неше түрлі рецептлерді қарадым, бірақ ең қатты ұнағаны осы қайнап тұрған ыссы суға пісіру болды. Және пісіп болғаннан кейін ішіндегі суын төгеміз, бірақ барлық суын төгіп тастамаймыз. Себебі астында осындай суы қалу керек. Қараңыздар, міне осындай суды қалдырасыздар. Үстіне сары май саласыздар. Бұл жерде мен көз мөлшерімен сары майым салдым. Жақсылап осылай барлық картоптарымызды езіп, ең соңынан сүтімізді құямыз. Сүттің мөлшері өте көп болмау керек. Себебі пюреміз біздің сұп-сұйық болып кетеді. Және де сүтіміз аз да болмау керек. Себебі пюреміз өте құрғақ болып кетеді. Бір масса, бір келкі масса болу үшін жақсылап осылай езе отырып, дәміне қарай тұзымызды саламыз. Содан кейін міне осылай езіп аламыз. Бұл жалпы пюренің жасалу жолы өзіме қатты ұнады. Сондықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Жалпы ең соңынан пюренің үлпілдек болу үшін тағы бір құпиясы, торт миксерлейтін миксерімізді ала отырып, тағы да бір жақсылап миксерлеп алсаңыздар, сіздің пюреңіз өте әдемі көрінеді. Өзім жасап көрдім, қатты ұнады. Міне дәміне қарай тұз салып жатырмын. Жалпы бұл пюрені мен көбінесе пирожки пісіргенде де осы пюренің рецепт жолымен жасаймын. Және гуляш пісіргенде де осы рецептпен пюре пісіремін. Міне қараңыздар, пюрем өте күшті болып шықты. Бұл жалпы барлық қыздарға, қыз келіншектерге, үлкен ата-әжелерге де ұнайтынына сенімдімін. Бұл рецептіні бірі білсе, бірі білмеу мүмкін. Сондықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім.